Бүрсен қаққан Жамал ебіл-дебіл шығып әкімшілік ғимаратына да жетті ау әйтеуір. Есік алдында темекі шегіп тұрған күзетші бұған мүсіркей қарап, сені бастық іздеп жүр, қазір келеді деп қойдым деп темекісін рахаттана сорды. Кеште болса да бітіремін ғой деп Жамал ішке кіріп, еден жуатын шіләбірін трәпкісін қолына алып, жұмысына кірісіп кетті. 4 қабатты әкімшілік ғимаратын жуып шығу оңай шаруа емес. Қолы ербеңдегенмен, ойының бәрі үйінде қалған 4 баласын деді. Шейіттей балаларының алды 8 жаста болса, одан кейін 2 егіз, сосын ең кенжесі 2 жаста еді. Шуылдап, шұрқырап мамалағанда, Жамал байғұс қайсы біріне қамқор боларын білмей, есі кететін. Құдай қосқан күйеуі Аманғұлы аман болғанда ғой, мұндай күй кешермеді. Ойламаған жерден жол апатына түсіп дүние салғанда, жігіттің сұлтаны не бары 25 жаста еді. 4 баласымен сүйген жарын дүние төсіне қалдырып, арғы жаққа кете барды. Асыл азаматтың қалдырған жиған тереген ақшасы 1 жылға ғана жетті. Жас жесір алғашында балаларынан шыға алмай, үкіметтің жәрдемақысымен күнелтті. Ақыры ештеңеге жетпейтін болған соң, жұмысқа шығуына тура келді. Айналдырған еден жуған 1 жылдың ішінде беттің әсемдігі кетіп, белдің омыртқа сүйектері тайып бүрсеңдеп қалды. Сонда да жастық жалынымен ербеңдеп еден жуып жататын. Арасында Аманқұлы есіне түссе, көзінен жас алып жылап алатын. Ары-бері өтіп жатқан адамдар мұның көз жасын маңдайдан шыққан ащы терге балайтын. Бірақ өзі де сор болған тағдырдың иесі еді. Әкесі бұның жас күнінде істі болып, 15 жылға сотталып кетіпті. Содан сол күйі хабарсыз кеткен. Ал анасы болса, ешқандай туысы жоқ. Жалғыз қызымен күн кешіп жүргенде ауырып қайтыс болыпты. Содан Жамалды үкімет балалар үйіне қабылдап, сонда тәрбиеленген екен. Арсылдап, 4 қабаттың еденін жуып бола бергені сол еді. Бөлім бастығы келіп, Жамал қызым, жұмысыңды аяқтаған соң кіріп кетші деп қызмет бөлмесіне қарай кетті. Жамалдың іші қылп ете қалды. Өйткені еркек атаулының бәрі жесірге көз салатын. Жүрегі қайтып, тәні жастай суып қалған болатын. Жамал бұл күнде еркек көрсе қашатын халге жеткен. Қазірдің өзінде бөлім бастығының кіріп кетші дегенінде не гәп бар? Бұл шақыртуы жүрегіне біреу ине сұғып алғандай күйге түсірді. Мұндай кіріп кетші дегендерден әбден шаршаған болатын. Тіпті кірмей жатып, өкіріп жылап жібергісі келетін. Сонда да бастық айтқан соң жұмыстан соң бөлмесіне кіру керек. Бөлім бастығының бөлмесіне аяғының ұшымен кірген жас келіншек, ағай келдім деді жаным мұрнының ұшына тіреліп. Келе ғой айналайын деген еңселі ер азамат, ақ шашын артқа қайырып қойып алдындағы орындықты нұсқады. Жамал болса ақырын барып орындыққа отырды. Айтайын дегенім, атам қазақ жесірі мен жетімін жылатпаған ғой деп бастады сөзінің басын. Жамал болса бірден ойға кетті. Кез келген жас үлкен азаматтар осындай алтын сөздерімен бастап, ақыры не керек екені белгілі. Бірақ бұл кісі олай істемеді. Айналайын Жамал, сенің жағдайыңды жақсы білемін. Қаражаттан да қысылып жүргеніңді көршілерің келіп айтып кетті. Үйіңнің де тоз-тозы шығыпты. Бүгін барып көріп келдім. Сондықтан саған айтар жақсы жаңалығым бар. 1-2 қайырымдылық қорлары ақша бөлді. Үйіңді жабдықтап беретін болады. Ал мынау менің достарымның саған жинап берген көмегі. Өзім де кішігірім тиын-тебен қостым деп, 1 бума ақшаны Жамалға ұсынды. Қаперінде не істерін білмей қалған Жамал қызарықтап қалды да, сосын жылап жіберді. Бар қолынан келгені, рахмет ағай, ақшадан қатты қысылып жүредім деп сан мәрте қайталап айта берді. Оқасы жоқ Жамал, жыламай айналайын, бәрі жақсы болады деп бөлім бастығы жас келіншектің арқасынан қағып жұбатты. Үйіне қарай құстай ұшқан Жамал жол бойындағы дүкенге соқты. Қажет дегеннің бәрін сатып алды. Сөмкесіндегі толы ақшаны өзінен басқа тірі жан білмейді. Артынып-тартынып көзіне күлкі үйіріліп үйге келгенде, мұны кездейсоқ сыйлық күтіп тұрған еді. Есіктен кірген бойда аңтарылып тұрып қалды. Белгісіз біреулер үйге толтырып азық-түлік жеткізіп қойыпты. Балаларына ойыншықтар әкеліп беріпті. Судай жаңа жылы киімдермен тағы да басқа да қажетті заттардың бәрі бар. Босағада тұрып қалған анасын көрген балалары жамырап бас салды. Бірі жылап, екіншісі етек оралып, балалы үйдің базары басталып кетті. Артынша бір қыз келіп,
Бұл заттарды қайырымдылық қоры сатып әпергенін түсіндіріп, қаржылай да көмек бергенін айтып, қомақты ақша беріп кетті. Жамалда кедей алтын тапса түйерге түйіншек таппас дегендей, бұл ақшаларды қоятын жер таппай қиналды. Ертеңіне құрылысшылар келді. Әкімшіліктің бұйрығы деп, Жамалды балалармен қосып жатақханаға көшірді. Сосын бірден үйді түгелдей жабдықтауды бастады. Іші сыртын сылып тастап, қайтадан сылап, төбесіндегі шатырды да ауыстырды. Мұншама көмектің қалайша жасалып жатқанына таң қалған Жамал өз оймен өзі әлек болды. Ақыры үйіне қайта келіп кіргенде, ішіндегі тарту етілген жиһаздарды көріп шалғасынан түсе жаздады. Басқа үйге келгендей болып, өздері түсінбей жүрді. Тіпті есігінің алдындағы қақпаларына дейін ауыстырып тастапты. Мұнтаздай таптаза үй, бәрі жақсы. Бірақ айналдырған бір-екі айдың ішінде өмірінің күрт өзгеріп кеткенін түсіне алмай, Жамалдың басы қатты. Алланың көрсетіп жатқан сынағы шығар деп, еден жуатын жұмысынан да қол үзбеді. Бірақ ойда жоқта кездейсоқ тағдыр сыйының жұмбағы шешілетін уақыт туды. Ол былай болған еді. Түс кезінде бөлім бастығы Жамалды шақырып алып, мен сенен жасырған бір сырымды айтайын, сен үйіңе қайта бер. Саған көмектесіп қол ұшын берген азамат үйіңе келеді. Тамақ жасап күтіп алуға қамдан. Бара ғой, боссың. Енді бұдан бұлай бұл жерде жұмыс істемейтін боласың деді. Ол кім ағай, неге жұмыс істемеймін деп сұрап көріп еді. Барған соң көресің деп шығарып салды. Жамалдың іші алай-дүлей, ой құшағында қалды. Кім болуы мүмкін? Не үшін? Өзіне өзі қойылған сауалдары жауапсыз қалып жатты. Үйіне келе салып балаларының тамағын берді. Содан кейін барып қонақ күтуге дайындалды. Үстелдің үстін не керектің бәріне толтырды. Әрине, өзіне баға жетпес көмегін көрсеткен жұмбақ жанға не қажеттің бәрін беруге даяр еді. Жүрегі дүрсілдеп, жұмбақ адам келмей жатып толқып, қолдары дірілдеп есі шықты. Осылайша қатты қобалжып тұрғанда, даладан машинаның даусы естілді. Жүгіріп шыққан Жамал қақпаны ашып, көзі шарасынан шығып тұрып қалды. Қымбат қара түсті көлік қақпаның алдында тұр екен. Екі жағында екі оққа қары болса керек, зіңгітте екі жігіт күзетіп тұр. Бір кезде біреуі көліктің есігін ашып еді. Үлкен бір кісі түсті. Көзінде қара көзілдірік, үстінде былғары плащ. Бәрі де өзіне жарасып тұр. Жақындап келіп көзілдірігін алып, қалың қалай қызым, мен сенің әкең боламын деп Жамалды құшақтап алып кемсеңдеп жылап жіберді. Жастайынан жетім өскен жас келіншектің жүрегі қанша тастай болып қатайса да, әкесінің құшағында елжіреп кетті. Екеуі де ағыл-тегіл көз жасымен өткен өмірлерінің қайғы қасіретін жуып жатты. Әкесі мен қызының табысқаны екеуінің де жан жарасын емдеді. Әкесінің соншалықты бай болып тұрса да, бір үйді сыйға тарта салмай, қызының тұрмысын жақсарту әрекеті арқылы жүрегіне жылулық сыйлау мақсатында жасалған амал еді. Міне осылайша тағдырдан теперіш көріп өскен Жамалды бақытты да бақуатты өмір күтіп тұрды. Жанболат Сәрсенбай, оқыған Сұңғат Ғазиз.